Ассалаумағалейкум құрметті айтыс сүйер қауым. Биыл қанымен қаратасқа қашалып, ғасырлар бойғы арман тілегіміз болған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толды. Ел бағына біткен тәуелсіздік бесігі қазақ жеріне мәңгі тұрақтасын. Мерейлі, мерейтой құтты болсын. Олай болса, Екібастұз қаласы әкімдігінің қолдауымен мәдениет тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі мен Атамұра мәдениет орталығы ұйымдастырып отырған Тұғыры биік тәуелсіздік атты республикалық ақындар айтысына қош келдіңіздер. Мерейлі жылда қаламызда көптеген игі шаралар ұйымдастырылып, кітаптардың тұсауы кесіліп, әндер жазылуда. Атамұра мәдениет орталығының қызметкері, дәстүрлі әнші, сазгер Жомарт Қабыкенов Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына Кереку кербес мекенім атты әсем әнін дүниеге әкелді. Айтыс көрермендерінің алдында дәл қазір осынау тамаша әннің тұсауы кесілмек. Алдарыңызда Кереку кербес мекенім әні менен мұрагер халықтық вокалды аспапты ансамблін сахнаға шақырамыз. Тәуелсіздік туымен бірге Қазақстанның тамыры терең тартып, жапырағы жайқала бастады. Тәуелсіздік арқасында қазақтың асыл арманы асқақ әнге айналды. Өзге дербес елдерменен тереземіз теңесіп, керегеміз кеңейді. Мерейтой қарсаңында Павлодар облысы мәдениет архивтер ісі және тілдерді дамыту басқармасының руханият төсбелгісін табыстау үшін
Ақын Қазақстан Жазушылар Одағының Павлодар филиалының директоры Жарқынбек Амантайұлын сахнаға шақырамыз. Ассалаумағалейкум, құрметті айтыс сүйер қауым. Баршаңызға бүгінгі тәуелсіздігіміздің құрметіне, азаттықтың 30 жылдығының құрметіне өткелі отырған айтыс құтты болсын дегім келеді. Одан бөлек, өздеріңіз көріп отырсыздар, мерейлі күн таяған сайын еліміздің тәуелсіздігін нығайтуға, руханиятымызды өрлетуге атсалысқан азаматтарға марапаттаулар келіп жатыр. Соның қатарында мәдениет тілдерді дамыту және архив басқармасының атынан бір қатар екінің біріне бере бермейтін бір бағалы төсбелгі даярланған болатын. Ол өңірдің руханияты мен мәдениетіне айрықша еңбек сіңіріп жүрген санаулы азаматтарға табысталып жатқан төсбелгі. Сол төсбелгіні табыстаудың құрметі маған бүгін бұйырып отыр екен. Аманаттап тарқалап әкелген жайымыз бар. Ендеше рұқсат етіңіздер. Осы Екібастұз өңірінде көптеген жыл руханиятқа аянбай еңбек сіңіріп жүрген ел ағалары азаматтарымыз бар. Қазақ руханиятының дамуына үлес қосып, жан-жақты атсалысып жүрген ағалардың еңбегі қашанда бағалы, құрметті. Сондықтан рұқсат болса табыстасақ сол марапаттарды. Жассерік Жәлелұлы ағамыз. Ал қошеметтеріңіз ағайын. Және Жомарт Қабыкенов, Атамұра мәдениет орталығының қызметкері. Қошеметтеріңіз. Жарқынбек Амантайұлы. Атамұра мәдениет орталығы қараша мен желтоқсан айларында Егемен елім еңселі облыстық онлайн мүшәйрасын өткізген болатын. Мүшәйраға әр ауданнан 16 ақын қатысып бақ сынады. Дәл қазір осынау жазба ақындар додасында топ жарып, жүлделі орын алған қатысушыларды марапаттау үшін Екібастұз қаласы әкімдігінің мәдениет тілдерді дамыту және дене шынықтыру спорт бөлімінің басшысы Айжан Хамзағызын сахна төріне шақырамыз. Марапаттау рәсімі жүргізілуде. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған Егемен елім еңселі атты облыстық жазба ақындар онлайн мүшәйрасына қатысып, жүлделі 3-ші орын алған Сәрсенбекова Самал Екібастұз қаласынан марапатталады. Жүлделі 2-ші орын Әбу Жарқынұлы, Май ауданының ақыны. Жүлделі 1-ші орын Дәргерхан Нұрсұлу, Ертіс ауданы.
жүлде иегері Алтынбек Елемесұлы, Павлодар қалалық ақын. Бәрекелді, құтты болсын марапаттарыңыз. Рахмет. Айтыс өнерін кеңінен өріс алдырып, ұлттық өнерге қолдау көрсету, соңғы демі қалғанша туған жерімізді қорғап, бізге аманат етіп қалдырған бабалар мұрасын ұмыттырмай, жас ұрпаққа үлгі ету біздің қазіргі міндетіміз. Олай болса, ұлтымыздың ұлы мұрасын дәріптеп жүрген айтыскер ақындарды сахна төріне шақырайық. Тілек Сейітов, Баянауыл ауданы. Баянауылдың намысын жыр додаларында асқақтатып жүрген айтыскер ақын. Машқұр Жүсіп Көпейұлына арналған облыстық айтыста бірінші орын иеленген, Ақтөбе Көкшетау қалаларында өткен облыстық ақындар айтыстарының жеңімпазы. Абзал Қабдраш, Павлодар қаласы. Республикалық тәуелсіздік тағылым атты студенттер айтысының және облыстық тәуелсіздікке тағзым айтысының бірінші орын жүлдегері, Ертіс дарыны 2020 премиясының иегері. Аян Ниязбек, Шымкент облысы, менің бірім Сүйінбай атты халықаралық жастар айтысының бас жүлде иегері, тәуелсіздігім, теңдігім, егемендігім, елдігім атты республикалық жастар айтысының бірінші орын иегері. Рауан Қайдаров, Екібастұз қаласы, 2019 жылы қазақ болу ұраным тәуелсіздік құмарым атты халықаралық айтыстан бас жүлде, 2020 жылы тәуелсіз елім тағдырым менің республикалық айтыста бас жүлде, қалың елім қазағым республикалық ақындар айтысында бас жүлде иеленген. Нұрсұлтан Рымбай, Қарағанды қаласы. Қарағанды қаласында өткен Абайдың 175 жылдығына арналған облыстық онлайн айтысының екінші орын иегері, Жұмабек Тәшеновке арналған айтыста бас жүлде иеленген. Серік Қуанған, Өскемен қаласы, республикалық халықаралық ақындар айтысының жүлдегері, Алтын домбыра 2020 айтысында 3-ші орын, Асыл домбыра 2021 жыл 3-ші орын иегері. Қуаныш Шарманов, Павлодар қаласы. Екібастұз қаласының 25 жылдығына арналған аймақтық ақындар айтысынан бас жүлде. Кеше ғана Павлодар қаласында дүркіреп өткен тәуелсіздікке тағзым облыстық ақындар айтысынан 2-ші орын иегері. Аспанбек Шұғатаев, Павлодар қаласы. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған тәуелсіздікке тағзым ақындар айтысында бас жүлде иеленген. Алтын домбыра иегері, мәдениет саласының үздігі төс белгісінің иегері. Алтай Қадырбек, Павлодар қаласы. Бейсенбі Мұқажановтың 70 жылдығына арналған облыстық айтыста 1-ші орын. Құдайберген Әлсейітовтың 125 жылдығына арналған облыстық айтыста бас жүлде иеленген. Тілеген Әділов, Қарағанды қаласы. Орал қаласында өткен Алаштың бағы азаттық атты республикалық айтыста 1-ші орын. Маңғыстауда өткен республикалық айтыста бас жүлде. Жүрсін Ерманның 70 жылдығына арналған республикалық айтыста 3-ші орын иеленген. Оразбек Саяхат, Павлодар қаласы. Теміртау қаласында Жауыртаудағы жүздесу айтысының 2-ші орын иегері. Ағадыр қаласындағы Аламан айтысының 3-ші орын иегері. Нұрғанат Қайрат, Баянауыл ауданы. Жыр алыбы Жамбыл атты Алматыда өткен республикалық айтыста 1-ші орын. Қызылордада өткен республикалық айтыста бас жүлде. Көкшетау қаласында өткен Ақан Серік арналған аймақтық айтыста бас жүлде. Жезқазған қаласында өткен халықаралық айтыста 3-ші орын иеленген. Міне, құрметті қонаққа көрермендер, бүгін жыр додасына түсетін ақындар алдарыңызда бір қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді ақындардың өнерін тамашалап бағасын берер қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Садуақасов Жассерік Жәлелұлы, ақын, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, қазылар алқасының төрағасы.
Арман Қани, ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазылар алқасының мүшесі. Қолғабай Жұмағали Бижанұлы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Екібастұз қаласының құрметті азаматы, қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы, Қазылар алқасының мүшесі. Асыл Әбіш, ақын, Қазақстан ақпарат саласының үздігі, төс белгісінің иегері, Найзатас журналының бас редакторы, Қазылар алқасының мүшесі. Жарқынбек Амантайұлы, ақын, Қазақстан жазушылар одағының Павлодар облыстық филиалының директоры, Шаңырақ облыстық халық шығармашылығы орталығының басшысы, Қазылар алқасының мүшесі. Ал енді ақындарымызға шабыт тілейміз, сәттілік серік болсын деп сахна сыртына шығарып салайық ал. Шабыстарыңызға шабыт тілейміз. Бүгінгі айтыста әр жұпқа берілген уақыт 20 минут. Айтыскер ақынның білімділігін, көркем сөз бен астарлы сөздерді орынды қолдануын, тақырыпты аша білуін, қарсыласына орынды, ұтымды жауап пен қойтарыс беруіне ескере отырып, Қазылар алқасы айтысты ашық түрде 5-тен 10-ға дейінгі ұпаймен бағалайды. Және Қазылар алқасының төрағасы қосымша 2 ұпай бере алады. Олай болса, сахнаға бірінші жұпта айтысатын ақындарымызды шақырайық. Алғашқы жұп Рауан Қайдаров, Екібастұз қаласының ақыны. Рауанның қарсыласы Алтай Қадырбек, Павлодар қалалық ақын. Жойылсын деп қатар күнәм, қолға алдым елім дейтін сапал ұран. Ассалаумағалейкум ағайындар, жаттаған күні түні бата құран. Аман ба ақ жаулықты әжелерім, аталар нұр төгілген сақалынан. Екібастың ел жұрты бармысыңдар, айбатты атыр көтін атағынан. Жандосым Рауаным есенбісің, кеп тұрған алтын домбыра сапарынан. Түнгі Екібастұздың шамдарындай шуақ шашып тұратын шапанынан. Дәстүрлі Екібастұз айтысының дәстүрлі бас жүлде алған қатарынан. Аламанға мені де қосқан екен, атыңнан айналайын атамұрам. Алашқа азаттықтың үні естілсін, шақталы Екібастұз шаһарынан ай. Ал болғанда, бұл жалғанда жігіт ұтқыр, қайтеміз көңілдерді суытып құр. Талай ерді тудырған Екібастұз, қадіріңді қайрадан ұмытып тұр. Азаттықтың айтысын жасап беріп, бір өлеңді көк жалдай ұлытып тұр. Қазақтың қазынасы Екібастұз, ақынның саған деген жыры тік тұр. Кіресің бар әлемге жарық беріп, пейілің бар қазақты жылытып тұр. Ал болған бен тілің шешен алып денең, ақын биік болады халықпенен. Әдебиет пен өнерге нұрын шашқан атамұра сіздерден жарық көрем. Тәуелсіздік алған соң құрылыпты, Қасымжанды түсіп қан дамыт төрен. Екібас тарихында адың қалды, жазылып есім алтын әріппенен. Сара жолды Нұрсұлу апам жалған,
шабытпенен, Атамұра ұжымы жасай берсін азаттықты айтыспен дәріптеген Ау ағайын тыңдасаңдар балан денді, жұртымды жығлауға да шамам келді. Шартараптан шайырлар жиналса егер өлеңмен тербетеді далаң денді. Қарағанды жерінен Нұрсұлтанмен тілеген әділіпті ағам келді. Алтай жақтан Алтайдың өз бауыры қуанған серік алтын адам келді. Екі баста бір айтыс өтеді деп Стамбулдан Нұрғанат балан келді. Шуақ шашқан шырайлы Шымкенттен шайырлардың сарқыты аян келді. Аспанбек пен Тілекке жан күйер боп, аспан көкті жаңғыртып баян келді. Абзал досым Оразбек бауырыммен Қуанышбек шарманып данам келді. Алмаған қарсылас боп жетпегендей екі бастың өз ұлы Рауан келді. Ағайын қолдаңыздар, ал ендеше құрдасымды құртатын заман келді. Жинаған бұл араға бұл тойдың болмысы да бөлек тұғын. Қаншама аталарым келіп отыр, танытып төленерге зеректігін. Шартараптан шайырлар шақырылды, сойқан айтыс болады демек бүгін. Ұзын сөздің қысқасы ағайындар, сіздерге мынан айтқым келет бүгін. Екі бастан үйренсін елдің бәрі, айтысты қалай жасау керектігін. Қаршығаға қазақтың бір баласы Шәмшідара. Ағайын бұл айтыста кім жоқ дейсің, білмеймін қаншыға ма жаншыға ма. Алтын домбыра иесі Аспанбек бар, айтысқа шығатығын қамшын ала. Біреуі тілегендей аңшы бала, біреуі қуаныштай әнші бала. Ал менің қарсыласым мүлде қызық, әркімге әртүрлі ғой әр сыбаға.
мал ұстайтын Алтай кепті, Каспийдегі ақшаңыз таусылама. Қаражаты қаптаған жігітсің ғой, білмеймін жан шығама, қан шығама. Ал ендеше бір көзіл екі баста, арғымақ тұяғынан шаң шығара. Мен өзім бір нәрсені түсінбеймін, теңіз сұрап тап болдым тамшығада. Додаға домбыра ұстап қайдан келген, қорада қой бағатын мал шығады. Ау, әрине жүрген жоқпыз күнді айтыста, төгіліп айтқан дұрыс мұндай тұста. Рауанға шуылдап айғайладым, қол соғып қойыңыздар мен байқұсқа. Ақындар елдің жайын зор толғайды, бір толғаса кеңіне мол толғайды. Ата кәсіп болса егер несібеміз, несіне жұтады екен Алтай қайғы. Ал Рауан кемсітеді малшысың деп, бұл несіне соншалық айқайлайды. Атам қазақ бұл малды кәсіп қылған, малы жоқтар дау шешіп шалқаймайды. Президент айтқанындай шағын және орта бизнес өрлесе әл таймайды. Мал өсіру жатады сол кәсіпке, мал болмаса көңілім марқаймайды. Азат елдің жастары бай болыңдар, сонда ғана шаңырағың шайқалмайды. Орта кәсіп дамыса елімізде, қазынаң ешқашанда ортаймайды. Ау, Алмагүлдің қазаққа аты мәлім, өлеңмен қарық қылған атырабын. Жасындай жарқ етті де өте шықты, қабырғам қарсы айырылып қақырадың. Алланың салғанына шара бар ма, көңілді қоғадайын жапырамын. Көктемде бүршік атқан Алмагүлдің жаз болмай жерге көмдік жапырағын. Рухыңа дұға тілеп отырамын, әпкетай торқа болсын топырағың ай. Ал 5 күн жалған өмірді бір сүргенде, ақынның абыройы тұрсын төрде. Айшықты іздер қалды бұл айтыста, кеше өткен бәтеніп жүрсіннен де. Жылдар бойы өнерге бас көз болды, шаршамай бекініпті күрсінбеуге. Ұстаз боп бағыт бағдар көрсетіпті, Серік Құсанбаевқа жырсінгенде. Екі бастың ең алғашқы айтыскері, жүрсін бәтеніп екенін білсін пенде. Кейінгі ұрпақ ақындар қарыздарымыз, айтыс көшін сүйреген жүрсіндерге ай. Ау, жақсы айтыс күтіп отыр сенен елде, жақсы айтыс күтіп отыр менен елде. Егемен Қазақстанда журналистің кезінде рух берген өрел елге. Басылымның бағасы түскен қазір, оны бірақ сен елден көре берме. Халықтың мұң мен зары айтылмайды, тек мақтау арналады төрелерге. Журналисті жөнді сөз жазбаған соң, қол сүртіп жүр қазақтар егеменге ай. Şükür etçim, men endi buған несін түнеремін. Егемен Қазақстан болмағанда, екі қолың май-май боп жүрер едің ай. Ай болғасын ақын дейтін адалатым, мен емес Алтайларға таланатын. Оғырас қоғам қазір, қоғам газет оқымайды, қаншама тираждармен тараладың.
болмай-ақ Әлиханның жазғаны тараладың. Абылайда аккаунт болмаса да жоңғардың жой демеспе қанақ қағанатын. Инстаграмда отырып ақыл айтпай Ибрахимдер ұйытқан жамағатын. Тикток ашып твиттер жүргізбей-ақ торай қырып өлеңнен нәр аладың. Мәшһүр Жүсіп мессенджер қолданбай-ақ Мұхаммедке жолдаған салауатын. Фарабиде фейсбук болмаса да екінші ұстаз болып саналадың. Абырай зумға кіріп оқытпай-ақ шәкірт тойлап шалғайға бараладың. Хайран біздің бабалар қандай еді, сақтаған салиқалы адамадың. Ғаламторда телміріп отырмай-ақ ғаламшардың меңгерген ғаламатын. Интернетке құл болмай аталардың иманменен сақтайық аманатын. Ал Екібастұз беделің биік екен, алдыңа келіп тұрмын жиі көкем. Біздерге тәуелсіздік қымбат қазір, әйтпесе көрген күнің күйік екен. Тәуелсіздік ең бірінші елге керек, басқалар баспау үшін жиып өтен. Тәуелсіздік одан соң тілге керек, әйтпесе сөйлер сөзің сұйық екен. Осындай дүбірлі айтыс жасап отқан Атамұра дейтұғын ұйым екен. Екібастұз бәріңе алғыс айтам, демеңдер мен сенің ұлағатыңды құлаққа түйіп өтем. Қаламды анамды қаншалықты жақсы көрсем, қаламды соншалықты сүйіп өтем. Ау жақтырмас жүйрік едің жеңілгенді, қалайтын тұлпарсың ғой тебінгенді. Алдыма келіп отқан Алтай досым әуселеңді көрейін сеніңденді. Болашақ ұрпағыңды көбейтсін деп Либияжы баптап саған телім берді. Шаруашылық бастаймын деген едің, Павлодар ойланбастан жерім берді. Кәсібіңді қолдайын деп мемлекет субсидия дейтұғын сенім берді. Айтысқа шығам дебең Рауан досың тақия мен шапанды тегім берді. Сен өзің депутатты, бұл өзі депутаттан алмайды ғой, тек қана сүйетұғын кеміргенді. Алтайжан ала бермей мынау елге беріп бір қуансаңшы еліңденді. Малшының мақалымен түсіндірсем қойғана көтереді семіргенді. Сен едің бұл айтыстың қабыланы, сөз сөйле ел алдында мағыналы. Өзің берген тақияны киіп алып, құрдасың шапаныңды жамылады. Өз сенікі болғанмен сөз менікі, аузымнан тек ақ тілек ағылады. Шапанын беріп алып жеңем десе, Рауан бүгін сөзінен қағылады. Өзің сыйлап берген соң кигенім ғой, әйтпесе киімді Алтайдың ағылады. Екібастың жомарт елі аман тұрса, бір басыма ат жапан табылады. Ау Рауанды ел жұрты ірі дейді, күліктей жүйріктердің бірі дейді. Алғанымның барлығын тізіп апты, күндестікпен өтсе де күні мейлі. Шапаның соғым болып қайтады ғой, неменеге көздерің үңірейді. Құрдасын біле білсең, ер жігіттің мойынында қылар хан шірімейді. Ау ақындарын ағайын айдай көрсін, Екібастұз жарқырап жайнай берсін. Менен ғана жеңіліп бұл Рауан, аламан айтыстарда сайрай берсін. Ақкөл мен Жайылманың ортасында көкелер жылқыларын айдай берсін. Екібастұз айналып армандарға кейінгі ұрпақ. Екібастұз айналып армандарға кейінгі ұрпақ жырларын арнай берсін. Көмірің жылу беріп, ал өмірің нарықтың базарындай қайнай берсін. Ай мынауын көрерменге
көрмей жылап отыр. Жомарт ел ат шапанды береді деп ағайын көңіліңе құлап отыр. Рауаннан алғандары аз болғанда енді кеп екі бастан сұрап отыр. Мынаның таста екен түйіндері, келгенде асығымды иіргелі. Шабаның соғым болып қайтат дейді, бұл сенің маған қылған сыйың беді. Алтайжан ел алдында ашып айтшы, соғымың жылқым еді, сиыр меді. Астанадан асығып мен келгенде арқалап алып келсең қиын беді. Ет әкелсең қуырдақ жасаймын деп әйелім күтіп отыр үйімдегі. Ау қар өлең бабалардың көші болар, Алтайдың бұл рауан досы болар. Соғымды қайдан ғана айтып едім. Ақындар жинақталыңдар. Бір-екі минут уақыт қалды. Соғымды қайдан ғана айтып едім. Алдымнан қақпан болды тосып алам. Қорадағы малынан айырылып қораға кірді деген осы болар. Бұл айтыс үзілмейтін жолдай болады. Бұл рауан қыран болады, торғай болады. Соғымың жылқы әлде сиыр ма деп сахнада езіліп бордай болады. Кигізген шапаныңыз қандай болса, жейтұғын соғымыңда сондай болады. Ал тәлім абай істейтін мол мұрадан, мен сені биігіңе қондыралам. Шапаның қандай болса, соғым сондай болады деп жүр төктің ғой домбырадан. Тақия мен шапаның өтемі деп тауық сойып бермесең болды маған Ал соғымды бөл салмай дал болдық қой, рауанның әуселесін ал көрдік қой. Тауқыметті ашаршылық жылдарында тауықтың етіне де зар болдық қой. Ал қазына алқасы бағаларыңызды беріңіздер. Алғашқы болып бастаған Алтай Қадырбек. 19, 10. 3 жол 2-9. Алтайдың қарсыласы Рауанның бағасы 19, 10. 3 жол 4-10 Ал ортаға екінші жүкті шақырамыз. Өскемен қалалық ақынымыз Серік Қуанған. Серіктің қарсыласы Баянауылдың тумасы, қазіргі таңда Қарағанды облысында қызмет жасап жүрген, яғни айтысқа Қарағандыдан шығып отырған Нұрсұлтан Рымбай. Жолым доңғар алла менің, ақыным деп қарсы алса алдан елім. Алдында ағайынның жарқылдасам арманым, бұдан басқа барма менің. Екі бастыс елімнің тірегісің, тарихыңды қозғайын тарлан елім. Исабек Ишан менен Жандарбектей қожалардың ілімін алған елім. Әулие Ақкөлімді әуелетіп, естай болып, естәнге салған елім. Айрылып Алмагүлдей аруынан мөлтілдеп, жанардан жасқанған елім. Жылқыбайып Мараттың арқасында атағы Сахараға барған елім. Үстінде өмір астында көмір қайнап, жұртыма жылу беріп жанған елім. Багатыр деп бір орыс атап кеткен есімі өзгертілмей қалған елім. Содан түскен пайданың тең жартысы орыстың
қалтасына барған елім. Оған бірақ халықта қам жемейді, қайғазынам өзімде қалған едің. Дүние соңын қуған емессіңдер, Құдайдың жолын қуған қабылан елім. Ассалаумағалейкум, екі бастыз жаратқан хақтың нұры жауған елім. Қосым ата қосынан бастау алған қаралдың ордасына арма дедім. Байлықпен астындағы шаруасы жоқ, айлықпен күнім көрген аңғал елім. Дәл мұндай бола алады аламанғай. 12 ақын келді абадандай. 12 ақын секілді 12 айын көрейінші тізбектеп санағандай. Көктем айы мен үшін көрінеді нұрғана абзал ораз балалардай. Рауан менен Алтайдың білімі көп, қыркүйек қарашаға жарағандай. Тілектей ағамызды қазан дейін қазығын қар өлеңнің қадағандай. Тілеген ағам менің желтоқсан ғой, соғымын тарататын санадамғай. Қуанышбек ағам көзі күлімдесе шілденің шуақ нұры тарағандай. Шымкенттік аянымды тамыз дейін, төбемнен күн шақырайып қарағандай. Қабағынан қар жауса Аспанбектің ақ боран, ақпанның бораны борағандай. Қасымдағы серікті наурыз дейін еркіндікпен еліме оралардай. Менің кім екенімді табарсыңдар, болсаңдар есіміме қарағандай. Ортасында Нұрсұлтан балам отыр, 12 айдың сұлтаны Рамазандай. Келгенде Екібастұз қаласына, алқынып қаламыз ба аласұра. Ассалаумағалейкум, серік ақын Нұрсұлтан сәлем берсін ағасына. Абайдың ауылынан келген адам мәшһүрдің қош келіпсің даласына. Жүрсіннің жалындаған жүйрік едің, білмеймін аласы торысыма аласыма. Астанадан айтысып кеше келдің, сол жақта елдің дана дарасы да. Алтынның буы әлі ұрып тұрма, паңдық беріп көзіңнің қарасына. Менен көрі шамалы атағың бар, мен белгілі ғанамын анашыма. Мен бірақ сескенейін деп тұрғам жоқ, қарамайма демегін шамасына. Аттыдан жаяу жүріп кек аламын, тартқан болсам мұсадай нағашыма. Алтын алып келсе де ештең емес, алтын құрсақ баянның баласына. Екібаста дүбірлі думан болып, 12 ақын алдыңда дараланды. Қасымдағы Нұрсұлтан бауырымда шаңдатқан жүйрік екен саналанды. Баянның баласымын деп отыр ғой, өзінің келген жері Қарағанды. Баянның туын көкке желбіреткен, үлгетсеңші аспандай нарағанды. Тіліңе тиек еттің кешек өткен, алтын домбыра дейтұғын аламанды. Шыға сала жағаңа жармасатын түсім
балаларды асығып екі басқа келгенімде елеңдеп жыр күтеді-ау елде бірге. Ел алдына келгенде Нұрсұлтаным жарыста алқынбай-ақ желмедің бе? Аңқылдап алдымнан сен шығып тұрсың қызық қуанышымды тең бөлуге. Аттыдан жаяу жүріп кек алам деп ерсі сөз айтып отсың елге мүлде. Кек алардай бар меді кеткен есең осынау ұлан байтақ кең жеріңде. Алталас бес бересім жоқ еді ғой өмір менен өнердің шеңберінде. Өзіңді бүгін алғаш көріп тұрмын, осыма сендің бәлде сенбедің бе? Шыныменен жаяуға жиен болсам өлеңіңді өзгеше өрмедің бе? Ерекше болмаса да айналайын, еркекше қызмет қылып енгемінде екі баста болып жатқан аламанға ауылыңның атынан келмедің бе? Ау қырандай қанат қағып ұлышыңнан ақынбыз ақ жүректен жыр ұсынған. Алтайдың алқабынан атқа қондым қабанбайдай қан тамып қылышымнан. Айдыс менің ағайын күнделікті айналысар алмайтын жұмысымнан. Сұңқар болсам биікке қалықтатып, тұлпар болсам таныңдар тынысымнан. Өнерін ардақтаған құрметтеген айналдым ұлтым менен ұлысымнан. Армысыздар ардақты көрермендер, аумайтұғын ағайын тұмыс туысымнан. Ассалаумағалайкум екі басқа, бір алла айырмаған ырысыңнан. Қаралтынның кеніне дұғай сәлем, саралтынның мекені шығысымнан. Ау алашы ақындарға берген баға, шабайын көрінгендей көмбең жаңа. Екі баста дүбірлі дода болып ардақты ақындарың келді ордаға. Ежелден екі бастың енді аласы, тектілер мекені боп келген дала. Жүрсін бәтен ұлындай ақын өткен еңбегі еселенер елмен ғана. Бағдат ағамызды кім білмейді, Айдыстың алаңында желген дара. Алмагүл апайымның суреттегі бейнесіне қалдық қой енді алдана. Ал енді аламанға келген кезде тұлпарлар құйындатса өрден қара. Тойларың 90 күндік тарқамасын деп тілейді Алтайдан келген бала. Жыл сайын Айдыс жасап елден дара, азаттықты тойлайтын сендер ғана. Шапқайсың сұрапылым, ағынсың-ау атыңды пайдаланып қарсыластың барлығын қыратығын. Алдың әкім келсе де аламанда аямайын деп тұрау мына түрің. Арғымақ ақындардың бірі болғын, қасымда Нұрсұлтандай ірі ақыным. Өзіңде тектілердің із екенсің, ұлтының ұлылығын ұғатығын, баянның баянауыл төрінде туатығын, Қарағанды жерінде тұратығын. Нұрсұлтан өлең жырдың күрең екен, нұр төгіліп тұратын рең екен. Бұл күнде біздің байтақ Қазақстан біреулерге нұрланған нұр екен. Дәл осындай сәттерде Нұрсұлтанмен айтысу бұндай шақта ұйықтасам түсіме кірем екен. Өзімнен де күтпебім бұндай ерлік, бұнымды бүкіл қазақ білем екен. Нұрсұлтанға отырған қарсы келіп менің дағы жүрегім жүрек екен. Бауырым аламанда өрлейді ғой, есіміне сүйеніп ерлейді ғой. Ар тәуекел көрейін арпалысып,
шыңға құлаш сермейді ғой. Ағайын алақанмен дем берсеңдер, тасқын жырмей алдыңға көлдейді ғой. Анау мынау ақынның Нұр Сұлтанға қарсы шығу қолынан кетмейді ғой. Бұл серік бола алмады батыл бірден, ақын деп ойлап едім ақыл кірген. Атымды айту үшін келіпті ғой, адамның білу керек затым бірден. Есімімді ести сала бұл серіктің, қайғының теңізіне батып жүрген. Бұдан көрі әйелім батыр екен, қасыма қорықпай-ақ жатып жүрген. Дегенде таяқ жерге тасталады, серіктің ашылмады қас-қабағы. Нұр Сұлтанмен шығасың деген кезде неліктен жанарыңнан жастамады. Баянның балаларын білмеушімен Алаштың алыптары асқаралы. Кіндіктері баянда кесілгенмен тірліктерін түз жақта атқарады. Қарағанды жерінде жүргенім рас, сол жақтан бұйыртқасын баспананы. Оған несін серік-ау таң қаласың, сөзіммен дәлелімде расталады. Нұр Сұлтан дегендердің еңбек жолы Қарағанды жерінен басталады. Бір-бірімен қабысқан жоқ, жырларың жүрегімді шанышқан жоқ. Кек алуға келдің бе деп отырсың, отқандай бұл үніңмен қағысқан боп. Қарсылас боп шыққаның айтысуға саналады, жағама жабысқан боп. Айтыс деген тартыстың өз емес пе, айқаса білу керек арыстан боп. Баянауыл атынан келмедің деп отырсың ба, бауырыңмен алысқан боп. Адам деген айнаға қарамай ма, бұл серіктің қадамында шалыстар көп. Елімде халықаралық айтыс өтсе, қосылады Моңғолиядай алыстан кеп. Ал енді республика айтысына Өскеменде тұрам деп қалысқан жоқ. Бір күні ғаламшарлық айтыс болса, қосылатын секілді Марстан кеп. Қуанғанның қулығы асып тұр ғой, бұл жерде бұдан асқан данышпан жоқ. Сенен көрі менікі түк емес қой, Нұр Сұлтан өзге елмен қауышқан жоқ. Баян мен Қарағанды бір сарыарқа, төскейінде түлігі табысқан көп. Аймағымның атауы өзгергенмен, байрағымның бейнесі ауысқан жоқ. Жеті жерден бауырымның бұрылсын беті бермен. Екі жақтың атынан шығасың деп, ерек сөйлеп Нұр Сұлтан екіленген. Еріккеннен жүрмейміз, екі жақта төрт құбылам сай болса кетілермен. Арқадан арқа рауған замандарда Алтайдан арасудың реті келген. Ағайыннан араны алшақ қылып,
тағдыр ғой бір жүректі екі бөлген, адамның бір емеспін сұйық баған, мен қалай аламанда тұйықталам. Байрағыңның бедері ауыстың деп өзің ғана боп отсын сүйікті адам. Аталарым атқа алты малда ас болып, аталарым атының жалын құшып ұйықтаған. Қайғырда жүрсем де бақыттымын, отанымның отына күйіп барам. Қай байрақтың түбінде тусам дағы, көк байрағым бәрі де биік маған ай. Ау деп отсың ба, әйелім батыр екен. Батыр болған ол кісінің заты екен. Аламанға келгенде айналайын, жарқыраған Нұрсұлтанның аты екен. Атын алған сенің түрің мынау болса, біздердікі жетпейтін ақыл екен. Еркелеп елбасының маңайында қандай батыр адамдар жатыр екен. Шарқылдап көрінсе кер жастың бәрі, ақынға айналады қас тұлғалы. Қасыма келген кезде бұл Нұрсұлтан демегейсің аузымды аштырмады. Ерегескен ақынның барлығын есіміңмен жүрсің бе састырғалы. Нұрсұлтан деп атынап жүргенменен назарбайып емес қой жастың бәрі. Атыңа сене бермей арқыраған, атыңды қамшыласай астыңдағы ай. Әкімдер жинақта олыңдар, 2 минут уақыт қалды. Ау бауырым, сен олай көп тасың бақыр. Ағаңа айтпақсың ба расында ақыл. Өлгейден келгенімді әңгіме етіп, өзінің ойын әкеп қосып жатыр. Ол дала сағап мына саған жат емес қой, бұл жаққа да шуағын шашып жатыр. Өлгейден өрендерге қоныс тепкен майғайың екі бастың қасындаdır. Сол өреннің бірі де бірегейі жарқылдап Жарқынбегің осында отыр. Айналдым екі бастай текті жұрттан, бақытың бақпан болып басыңда тұр. Қасқайып қарағайың жарып шыққан, киең мен қасиетің тасыңда тұр. Сондықтан мынамаған жат болмастан, береке мен бірлігің тасып жатыр. Баян өлгей жерден келгендерді баян ауыл бауырға басып жатыр. Ау айтыстың сыбағалы майтабағы, халықты қарық қылып қайтарады. Қасымдағы Нұрсұлтан бауырымнай алашқа таусылмаған айтар әні. Қызыл елді жырласа қызыл тілін, жорғадай жолға түскен тайпалады. Өлеңнің өрер болсаң өрелісін, өлердің Иран бағы жайқалады. Тағы да бір керек көрейін кезек беріп, сайысқа болып тұрса сайталабы. Жай жүргенде барлығы ат болғанмен, шапқан кезде шамасы байқалады. Қысқа қайыр уақыт. Бұл серік келіпті ғой шағымдана, қызып жатқан секілді қаның жана. Айтысымыз бітуге аз қалғанда, шамаңды көрем деген шамың қара. Шабысыңды байқаймын деп отсың ба, енді саған көрінер шаңым ғана. Келгесін баяндайын данал елден, жырымды төгейінші ала келген. Ұлы дала тарихыңды бір қозғайын, өрнекке көз жүгіртіп заман өрген. Тайға таңба басқанда
қалай жырлай алсам Қасым ханның өмірін қара өлеңмен. Қасым ханның тұсында құрамыңа жері жоқ жетісудай дала келген. Хандықтың астанасы Сығанақ пен Сауран Созақ секілді қала келген. Шайбани ұрпағының өшірдінің Дешті Қыпшақ даласын шаба берген. Қазіргі шекарамды алғаш сызған Қасым хан емес педі дара мерген. Қазақтың саны жетіп миллионға өмірге талай қыз бен бала келген. Қасым ханның қасқа жолы емес педі ең алғашқы реформа дала көрген. Азияда қазақ дейтін халық бар деп дипломатия орнатты бар әлеммен. Ватиканның өзі де Қасым ханға екінші Бату хан деп баға берген. Біздер енді тереңге батайық па, 30 жыл ілгерлемей жатайық па. Ұлы ханның өмірін мысал қылдым, керегем тұру үшін қатайып та. Қасым ханның кемеңгер жолын берсін, Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа. Ал енді қоштасатын сәтте келді, ақтардық ел алдында от өлеңді. Осымен Серік аға қоштасайық, жар болсыншы жаратқан жаппар енді. Өз ата мекеніңнен жер бұйырып, Құдай саған батпандай бақта берді. Атанаң Монғолияда екен бірақ, WhatsApp-пенен жолдайтын ақ сәлемді. Ата жұртқа әкелмесең атанаңды, айтып қалып жүрмеші әттегенді. Серік саған тілерім жалғыз тілек, иығыңнан түспейді батпан енді. 6 айдың ішінде көшіріп ал, 6 айдың аржағында жатқан елді. Серік 2 минут. Ал Нұрсұлтан жұрт алдында жұлқынасың, шаңымды көрсетем деп бұлқынасың. Атанаң арғы бетте қалыпты деп ұрымтал тұстан келіп ұмтыласың. Ту сыртымнан сөз етіп отқаныңне тұлпардың таққандай боп тұрқынасың. 6 айға 6 ай бойы бұлағаңды жіберіп өзің қалай құртырасың. Тәңірден тілейтінім бір-ақ нәрсе, ұлылықты сезбесе ұлтымасын. Қаламынан барлық қазақ ел көралып, даламынан жусан есі бұрқырасын. Көк мойнақтың үйірі түгел келіп, көк байрақтың астында шұрқырасын. Қашаннан қан төреші халық мерген, алға жылжып барады алып керуен. Қазақ деген ел едік, алтын құрсақ, дәстүрі дәуірлерге дәріптелген. Кешегі сақ пен құнның жалғас едік, түбірінен дүние қауіптенген. Атқа қондым 6 айдай алып төрден, Шыңғыстау тарбағатай мамық белден. Екі бастың төріне келген кезде, сіздердей текті жұртты анық көрген. Көмірің бар әлемге жарық беріп, оның да көмірің жаурағанға жылу беріп, оның да игілігін халық көрген. Және өзіңнен жарқырап шыққанын жарық ормандай орысқа да барып келген. Осындай текті жұрттың алдына кеп, өрен өлең төкпейді нағып кеудем. Күміс күннен аумайсың сен мен үшін, жер бетіне жылумен жарық берген. Бәргелді рахмет. Ал қазылар алқасы бағасын беріңіздер. Екінші жұптың алғашқы болып бастаған Нұрсұлтан Рымбай. Нұрсұлтанның бағасы 5-10. Серік Қуанғанның бағасы өскеменің ақын 4-9-1-10. Ал енді ортаға үшінші жұпты шақырайық.
қошеметтеп қарсы Аспанбек Шұғатаев. Аспанбектің қарсыласы Тілек Сейітов, Баянауыл ауданы. Ал шабыстарыңызға шабыт тілейміз. Ал қаржастың жүйрік едім қара күрең, шабыттың шауып келдім жарауымен. Адырнасын тартқанда күңіренген домбырам сен қазақтың садағымен. Бөрігіне бос торғай жұмыртқалап көңіліне сай берген даланы кең. Екі бастыздан сұлу қақала барма, қарасаң жас серіктің жанарымен. Сен жайлы тәталай өлең жырлар шыққан Жұмағали ағамның қаламымен. Акімдерің айда болып жатса шон бидің жолықтырсын заманымен. Ассалаумағалейкум екі бастыз қазақтың алынбайтын қамалымен. Аспан астын жер үстін таптап жүрген Марат Жыланбаевтың табанымен. Жердің жартысына свет беріп, екі бастыз сыйлаған түнекке құр. Жаңа жолдың тілегі келіп қапты, қасыма кім келсе де дір етпедік. Ағайым бір қол соғып қойсаң болды, арқама жабылғандай жібек келіп. Өткен жолы кектетті Қасым Жомарт. Біз қалай патшамызды жыр етпедік. Патшамыз екі бастыз қаласынан күліп қайтты еліне жүдеп келіп. Кім келіп, кім содан бері ағайын көріп тұрмыз, қаланың жайы қапты реттеліп. Кім келіп, кім кетпеген екі бастыз кімдердің қадамына гүл өкпедік. Bir bugün bırak kişkeni тұнжырап тұр, Тоқаевтың орнына Тілек келіп вай. Бұл Тілек ауылында дана болды. 15 жастан шулаттың жаңа жолды. 20 жасқа келгенде құла болды, 30 жасқа келгенде ала болды. Бақырайып отқаның бір түрлі екен, ішіп алған орыстай самогонды. Тілекжан ауылыңның халы қалай, сенде басып жүрушен қара жолды. Жүнкендей ағамызды кім білмейді, бүкіл қазақ еліне аға болды. Қолына домбырасын алған кезде құлагерден қақ кеткен таға болды. Тілектің кім болғанын Құдай білсін, әйтеуір шын әкесі дана болды. Тілекті балалықтан шығарам деп, 60-тан асқан жүнген бала болды. Құдай-ау кім шықпаған аралаштан, тұлпар едің, тұлпар ең, жыр мен тұяқ тағаласқан. Тілекпенен ендеше айтсайын, қасыңда отпайды ғой қара баспан.
Тілектей досыма бір қол соғайық, мен білсем талайлардан бағаң асқан. Сен қазір атбегі болып кетіпсің ғой, қастасқан дұшпанына қана сатқан. Тайың қосып жүр дейді аламанға, жүрісі аумайды дейді ағаш аттан. Тай баптап жүргеніңіз дұрыс болды, өзі де тай кезінде ғана шапқан. Бірін шолпан, біреуін үркер қылып, жағдайыңды көрсекен жұртенді қып. Тайыңды аламаңда қоса бергін, таба берсін тұяғын. Сілтеп жүріп, өлтіріп ап жүрмеңдер жаман тайды, біресесем біресе жүмкенмеді бай. Татқан жерден ағайын алдарыңа мен кеп тұрмын, айтпақынның күреңі шапқан жерден. Сұлтан Махмұд Жүсіпбек Жампоз бабам қара өлеңнің қадасын қаққан жерден. Кешегі қосым менен Қаныш бабам қазақтың бар байлығын тапқан жерден. Ассалаумағалейкум екі бастыз, қайысыңды айтайын мақтан бермен. Мамықтай мен ақсалем алып келдім, әулие Мәшһүр Жүсіп жатқан жерден. Ай тағам ұшып кетпесін құлатайып, ай тағам ұшып кетпесін құлатайып, ағайым ұнатпайық бәлде ұнатайық. Алтын алдым деп келіпті асып-тасып, жасынан таяқ жеген шұғатайып. Аспандап кетіпті ғой мынау аспан, аспаннан төмен қарай құлатайып. Ей көкбардас, сыналады серкеш күні, сөзіңнің болса дағы сел көшкіні. Аспанбек елпілдемей тыныш отыр, елдің жалғыз сен емес ер төстігі. Өзіңді маған берді жақын Аллам. Жөнім жоқ бұл аспаннан қапы қалған. Тайды айтып неменеге тыржаңдайсың, қазығы отқан кезде ақын арман. Қажаспын деп ағайын жаңа айтты, саубасына сақина сатып алған. Мұстафадай бабасы Аспанбектің, менің жаяу бабамның атын алған. Ей, сол Мұстафа бабамыз бай болыпты, кезінде төрт құбыласы сай болыпты. Жаяудың жалғыз атын тартып алып, ұртынан аққан ылғи май болыпты. Атасының қалыбет аттабасы, ұр Аспанбектің ойлағаны тай болыпты. Ей айналайын Аспанбек, мен өзіңді негізі бала жастан білемін. Егінді бұлақта елпілдеп, бір түрлі болып түреңің. Таңертең бағып ешкісін, өлеңін жаттап кешкісін, асығатын жанда жүредің. Асығаттың арманы өтелді, төбесіне көтерді. Қазақ дейтін бұл ұлы едің. Өзігене бір бүйрегін бұрылат, өзіңді қалай бүремін. Кезегіңді мен берем, айналайын Аспанбек, қазақ деп соқсын жүрегің. Ал тілектің айтатыны баян жыр ғой.
Баян жыр ол алашқа аян жыр ғой. Атамның атын алған Мұстафа деп тілекте сол жағдайға таяп жүр ғой. Сенде талай қазақтың атын міндің демеймін, сенен біреу аяп жүр ғой. Үйткені мен келсе де қандай ақын астына ат мінгізген баянмын ғой. Сен жаяудың келіп атын айттың, деп едім біздің тілек ояу жүр ғой. Ол рас біз тәуелсіз елміз қазір, азаттық жай көзімді бояп жүр ғой. Кешегі Мұса атам секілденіп, бұл күні бүкіл қазақ жаяу жүр ғой. Тілекті көрген қазақ қуанған ғой, деп едім сөз астарын оғалған ғой. Мұстафа ер жаяудың атын алса, ол заманның тағдыры тұманнан ғой. Мен сенің тайыңызды кеп алмаймын, үйткені сенің тайың шұбардан ғой. Шорманның ер мұсасын кім білмейді, қазақ деп белім бекем буалған ғой. Қазақтың менмін деген ғалымдарын шығарып биіктерге қуанған ғой. Інісі алған менен бір тұлпарды, ағасы талай тұлпар шығарған ғой. Сөйлер деп халықты қуандырып, не дейді тілек деген ұлан жігіт. Шұғатайыпты дейді құлатайып, сөзіңе халық отыр бұған күліп. Аспанды құлататын сен кім едің, қойса да шың басына шынар қылып. Бірақ бір құласам да түк етпейді, жүрген ұлмын қазақ деп туалдырып. Үйткені қазақ деген халықпыз ғой, тәуелсіздікке жеткен құлап жүріп бауырмау келсейші ымыраға, түрі дана болған мен тілі бала. Екі бастың төріне келген кезде, бұл дәурен бізге күнде туылама. Келгәне елдің жайын айтайықшы, салынған жындай болмай құмыраға. Мысалы екі бастың көмірінен әдемнің тең жартысы жылынама. Ауылдарға жатыр бірақ көмір жетпей, сол жайды біздің билік шынығама. Әзірше бұл қазақты жылытып тұр Нұр Отан партиясының нұры ғана. Білмеймін көмір артқан пойыздардың жолдары ауыл жаққа бұрылама. Биыл қазақтар қайтып күн көреді, тағы да сәби өртеп жылынамай. Жай кезде бәлем дейсің, түген дейсің, жер бетінде қашанғы жүрем дейсің. Бағайым бұл тілекті кім деп отсам, айтпағынан қақ кеткен күрең дейсің. Анау тұрған қамшыны көріп отсың, байқамасаң қамшыны тілек жейсің. Халқымның өзі қолдап тұрған кезде тілекте асауларды жүген дейсің. Қазақтың жаңа жолдай ауылы бар, қасиетін бар қазақ білем дейсің. Сол елде мәдениеттің клубы бар, клуб барда ей қазақ түнермейсің. Әкеңіз сол клубтың директоры, жаңа жол ауылына тіреу дейсің. Сен болсаң сол клубтың зат клубы, бюджетті семьяменен түгел жейсің. Мамаңыз сол клубтың бухгалтері,
Ақша қайда кеткенін білем дейсің. Әйелім музыканың мұғалімі, аяғыммен басқаның кілем дейсің. Әйтеуір біздің қазақ бастық болса қасына туыстарды түген дейсің. Туыстардың қолдарын ашып беріп, таланттардың аяғын шідерлейсің. Сейітіптардың өзі сөйтіп жүрсе, Назарбаевқа қалай ренжейсің. Аяғайын таяқ жерге тасталады. Аспанбек ой айтпадың рас бағалы. Оның рас әкемменен бірге істеймін. Деместің тілек мұнда аш қалады. Екі басқа көшіп мен келуші едім. Әкімдерің берсегер баспананы. Ипотека жалдайтын жағдайым жоқ, туған жерім бұл тілек тастамады. Аспанбек отан деген білесің ғой, негізі отбасынан басталады. Аспанбек біразырақ желіп алдың, сен өзі құратаққа сеніп алдың. Әйелің музыкант деп айтып отсың, сен өзі майскиден келін алдың. Шаңырақта ол кісі зам еді ғой, тілі тәтті болады тегіп алдың. Өткен жора Керекуде айтыс болды, оған мына қазақтың елі бардың. 2 миллион теңге болды баспа егеміз. Керекудің біледі жерін әргім. Сыбайластық жемқорлық осы деп, әйеліңмен бірге сен жеңіп алдың. Ағайым бұл Аспанбек жынды жігіт, күн сайын көрсететін түрлі қылып. Мен сені бала жастан білуші едім, барар жерің болып еді түнгі қылып. Сабаққа не айтайын, абағайын, намазға бірде тұрып бір жығылып. 2 миллион теңгені жеңіп алды. Жағымпаз екендігі түрбілініп, облыстың әкімін мақтады бол. Дәрет алған адамдай зыр жүгіріп, қарысы бар адамның тауығысың, таусылғанда кететін мың қолы бай. Айналайын Аспанбек, айналайын Аспанбек, ұяласым сенетін қанатымнан қайырма. Әкемді айтып отырсың, лайық сөзбе айтатын сен секілді шайырға. Көсіліп біраз сөйлеші тәуелсіздіктің тойында, бұла өнер бар ет бойында, тілейтінім Алладан. Балаларды анадан, әкелерді баладан еш уақытта айырма. Айналайын Аспанбек, бері қарай келдің бе? Алтынды мынау алғасың, өзгеріп кеттің сен мүнде. Әр қалаға барып ап, талай миллионды жеңдің бе? Мен саған айтам бір жайды, бұл өмір мәңгі тұрмайды. Ұмыта қоймас ел мүлде. Қаржастың баласы, Алмагүлдің осында анасы, екі ел үйінен келдің бе? Айтамын бұны қызына, артында қалған қос қызына, миллиондардан Аспанбек тәбәрікте бірдеңе бердің бе? Неменеге тасасың, айқайға құрып басасың, неменеге тасасың, алты қырдан асасың, қашан өзі қырам боп алғаныңды шашасың. Айналайын Аспанбек, бүйте берсең сен өзі құзғын боп бәрін басасың. Алмагүлді туған ағайын аналар осындай жасасын. Отқан Аспанбек қамшын мұнда салыпты, ергелетіп мынауын арқасынан қағыпты. Пошта байлардың қамшымен заршылатқан білесің, бір жан салдай алыпты. Қамшын әкеп мынаны
ағайын бір жын салыпты, шалыпты. Айтыстың осы шарты ма? Сөзіңде сенің барты ма? Қандай шуды әкелді қазақ дейтін бұл халқыңа? Анау қамшыңды Аспанбек Алла жаса қыстырып жіберем бүгін артыңа. Әрқайсыңа 2 минуттан уақыт қалды. Жеке бастан гөрі тәуелсіздікті айтыңдар. Жеке бастардың жүйеге бермеңдер. Ау, бірінші жауап берейін. Бұл айтыс күнде өтпейді. 2 миллион дегенге жауап беру үшін ағасы 2 минут жетпейді. Ендеше біз шабайық таңға дерсін. Ақындар елдің көшін жалға бөлсін. Аспанбектің ақшасын санап отқан сен сонда қайдан келген саудагерсің? Анаға еліңе садақа қып бердің бе деп, өзіңше көпті көрген ардагерсің. Садақаны жасырым береді ғой, қазақ боп туғаныңа тәуба дерсің. Берген біз әлі талай біз берерміз, мұсылман ғой бірінші Алла дерсің. Бірақ мен онымменен мақтанбаймын, пайғамбардың ақ жолын жалға дерсің. Тілектің жақсылығын адам көрсін, аспанның жақсылығын Алла көрсін. Десем тілек еліме байрақ еді, бірақ бұл қашан тоқта жайнап еді. Келіп ап Аспанбекті жынды дейді, өзі де жынды құсап сайрап еді. Намазға бірде тұрып бір жығылып, келіп алып сағызын шайнап еді. Аллаға шүкір, намаз оқудамыз. Аспан қолын Аллаға жайған еді. Деп отсам мына біздің тілек ақын Жүнкендей қаранардан тайлақ еді. Екі басқа көшіп келерем деп, қазығын осы жерге байлап еді. Бірақ әкім дейді ғой бір үй берсін, мына бұлбұл қалай сайрап еді. Жаңа әкім мақтайды деп мені айттың, өзі де сол жағдайға бойлап еді. Әкімнен бір үй сұрап сен отырсаң, деп едім біздің тілек жайнар еді. Қайранда мына менің Жүнкен ағам, ол деген бар қазақтың ай бар еді. 40 жылдай далада жүргенменен сен құсап алақанын жайнап еді. Ақын деген жырлаушы, халық деген тыңдаушы. Мұна отқан қамшыны артыңа қыстырамын деп жынданшы тілек жынданшы. Мен саған айтып берейін, қамшы деген ол ежелден ердің құнын құндаушы. Батыры түгіл қазақтың ен даланы билеген қамшысы бар бір малшы. Поштап кешегі бір жан атама тиген қамшы деп сен отсаң, менің сөзімнен үлгі алшы. 12 өрім қайыспен тармақталған бұл қамшы. Өрімі қайыс құнаннан, бүлдіргесі бұланнан, ақнайзамен қосылып жауғаттанған бұл қамшы. Сарқыт болып қалыпты сарматтардан бұл қамшы. Дүниені түзетемін деп Қожа Ахмет Яссауимен Бағдат барған бұл қамшы. Абылайды құтқарамын деп Қазыбек бидің қолында қалмақтарға ханымды даулап барған бұл қамшы. Бұхар жыраудың қолында Бұхараның мұңзарын ханға ақтарған бұл қамшы. Айтып айтпай не керек қалмақталған бұл қамшы.
Қалмақ деген немене карлақталған бұлғамшы, карлақ деген немене ермақталған бұлғамшы. Бауыржан Момышұлы мен солдат болған бұлғамшы, ғасырлардың арасын жалғап барған бұлғамшы. Тәуелсіз ел болғанмен көбейіп тұр бұл күні қазынамды ұрлаушы. Тоқтататын соларды Тоқаевтың да қолына керек боп тұр бір қамшы. Осы қамшы емес пе аман қалған қатерден? Мен саған айтып берейін, мен қамшыны ап келдім, салт дәстүрде емес жат елден. Не сонда сен туғанда бауырымындай қамшыны көрмеп едің әкеңнен? Жаңа тай баптайым деп отыр ең, айналдым сенің қатеңнен. Қасиетті қалған бұл қамшы Бұхар менен Қаныштан, Сұлтан Махмұт пен Шәкеннен. Айналайым бауырым, осыға қамшы емес пе қазақ деген халыққа тәуелсіздікті әперген? Сен керісінше қуансай, сен керісінше бауырым Аспанбекті көргенде өлеңі мақал мәтелден. Қуансаңшы бауырым, аты жоғалған қазақтың қамшысын тауып әкелген ай. Бауырым біраз тұра тұр, бұл едім сөзді нұсқаған. Қайранда мына заманда өлеңнен берді іс маған. Марулдарым қайдасың, оғын жонып ұштаған. Аруларым қайдасың, сақинасы құстымсық, сырғалары құстабан. Қырандарым қайдасың, күннен төмен ұшпаған. Ұландарым қайдасың, әділетті нұсқаған. Қайранда мына заманда әйтекедей жігіттер қыз текеге ұқсаған. Кешегі Абай атамдай жас балалардан қорқамын. 12 көрім қамшы емес, iPhone 12 ұстаған ай. Айналайын Тілекжан, Аспанбек біраз үндесін. Кеше түрлі сөз айтып алғым келіп отырау, Екібастыздың жүлдесін. Павлодардың жүлдесін біз алып жатсақ ол рас, аламанға кіргесін. Қай ауылға барсам да бір ат мінгізіп жібереді, үмітті солай үрлесін. Павлодар Екібастұздай халығы бар артында, мен бақыттымын шынымен, қадамым күнде гүлдесін. Сіздердей халқым аманда, әлі талай көреміз биіктердің мінбесін. Ал сондықтан дұрыс сөйлегін, жамылам десең айтыстың үлдесіменен бүлдесін. Маған тығам деп отқанда, 12 көрім қамшымыз саған кіріп жүрмесін ай. Тілек, бір екі болды. Ағайын, мұна жынау тоқталама. Сөз ұрлап түбігіні сотталама. Қамшы жайлы айтып ең баяғыда, армандай қазы білет сот қараға. Соңғы күнде сен бардың жет айтысқа. Қазылар баға берер тоқ балаға. Сонда айтқан сол айтыста айтқанды Аспанбек жан, енді кеп Екібаста ботқаламай. Бұл қазақ өзге тілде ән сап келген. Қазақтар қазақша айтса жаңсақ көрген. 91-де еліме көш келді ғой. Ағайын әуел етіп ән сап келген. Жарқынбектей ұлдарың сонда келген. Ұшластырып жүрген әр саптелген. Сол Жарқынбек бұл күні азуллақын қазақтың қамы үшін жан сап келген. Тіледіне оралды қазағымның аққудай ағайынның аңсап келген ай. Азаттықты тәңірім асыл еткен. Бұл жолда талайлардың басы кеткен. Азаттық менің алтын тұмарымсың.
Қазаққа келген мына қасіретпен ағайын азаттықтың қадірін біл, Құдайым осы күнді нәсіп еткен. Шашуым осындайда шашынмаймақ, азаттығым мен үшін асыл байрақ. Ағайын азаттықтың қадірін біл, қазаққа тумап еді осындай бақ. Мәшһүр Жүсіп бабамша айтар болсам, арқардай Ақбет таудың басын жайлап, дүниеде қанша өмір сүргенменен жатармыз бір төбенің басын жайлап. Ай қамшы деген қараймын мына құтқа, қамшы деген қараймын мына құтқа, одан соң Аспанбектей мұналыпқа. Сенде қыз бар Аспанбек, менде ұл бар еді. Бұл айтқан сөздеріміз құба-құпа. Азаттықтың тойында қуып жүгірмек, қалайсың менен құдалыққа. Айтысып айтып шықтық шүкір өлең, нүктесімен әлі де өтір елең. Әкем саған беріп еді тақияны, ол менің әулетімнің құты дерем. Қызыңның тақиясына тағып қойшы, Құда Аспанбек, мен саған үкі берем. Ау тірегі жан шабытымен шалқып кетсе, сөзіңе бүкіл қазақ балқып кетсе, өкінің тек жартысын жұлып алдың, болмайды деп бір жола артық кетсе. Енді ғана туылған менің қызым жараспас құдалықтан тәртіп кетсе, бірақ мен оны саған бермеймін ау. Болса да тілек қанша шалқып кетсе, қызымның маңдайының соры болар, баласы әкесіне тартып кетсе. Демедім сенің сөзің бір тағылым, мен деген бұл халықтың сұлтанымын. Балапандай кезінен баптап жүрген ертіс баян елінің сұңқарымын. Арман аға аспан сөзін қайталады, бұл сөзіңмен көтерілмес бір қадірің. Ареке қай сөзімді естіп едің, мен едім ақиқатты шырқар ұлың. Сіз ол киелі баян таудай құт мекеннің аламанға қосылған тұлпарымын. Бір емес 7 айтысқа бардың дейсің, мен деген қазақтың жыр шырқарымын. 70 айтысқа барса да тоқтамайтын Бұхар жырау атамның ұрпағымын. Қазақ деп келді бекем бұу керек, тілектің әрбір сөзін ұғу керек. Ау тілек ау, қазылар ренжіп жатыр, тұр дегесін ал ел тұру керек. Дұрыс айтасың, тұру керек. Тұр дегесін осылай тұру керек, бір жола сахнадан шығу керек. Киелі баян ауыл аман болсын, туған жердің қадірін ұғу керек. Баян таудың қосымы көмір тапқан бабалардың қадірін білу керек. Баянның ең нашары мен шығармын, әрдайым белді бекем бұу керек. Бірақ та өмір қызық болу үшін тілек сияқтыларда туу керек. Егер екеуіңнің сабыр етіңіздер. Кім Аспанбек, тілек, егер екеуіңнің жеке аламан айтыстарың болса, 3 сағат уақыт берер едім, бірақ 35 минут айтыстыңдар, қалған ақындарықта сыйлау керек, халықты да бізді де сыйлау керек. Баян тауға жер жеткен бе? Құрдас құда ағайын кері кеткен бе? Жарты күні бердің деп айтып қалдың. Әлемді жырыңменен тербетсен де, тілектің ұлында де, ау Аспанбек бегімдей қызың сенің ер жеткенде. Рахмет. Ал қазір алғысы бағасын беріңіздер.
Ал алғашқы болып бастаған Асманбек Шұғатаевтың бағасы. Түгел 10, 5-10. Асманбектің қарсыласы Тілектің бағасы. 1-9 Асыл. 10, қалған 10. 1-9. Ал енді құрметті қонақтар, мынау ән жырға кезек бере отырайық. Алдарыңызда сахнада әсем әніменен Жомарт Қабыкеновті қарсы алыңыздар. Бір әнге. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі айтыс сүйер қауым біздің мінекей рухани азығымыз, құндылығымызды дәріптеп жатқан, мынау ұйымдастырып отырған тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай мінекей Атамұра мәдениет орталығы, біздің қаламыздың мәдениеті әкімшілігі осыны қолдау білдіріп, үлкен бір додаға қош келіпсіздер. Бүгінде бізде марапатқа ие болып жатсақ, осы руханиятқа сіңірген еңбегімізді бағалап жатқанына көптен көп алғысымызды айтамыз. Және де бүгін осынау сол өзім қызмет жасайтын бүгіннен жас Серік ағаммен бірге осындай бір марапатқа ие болып жатсақ, сол жас Серік ағамның сөзіне жазылған Атамұра әнін шырқап бердім. Atama